Уақыт пен береке. Бұрынғы ғалымдардың өмірін оқып отырсаң, бірден уақыттарында береке болғанын байқайсың. Тіпті Табари, Ғазали, Ибн Жаузи, Сүйти сияқты ғалымдардың Аллах рахымына алсын жазған кітаптарының көлеміне қарасаң, туа сала жазған ба деп ойлап қаласың. Таң қаласың. Сыры неде? Деп сан сұрап, сан ойланасың. Менің ойымша былай болған сияқты. Бір құдси хадисте Аллах тағала: «Ей адам баласы, маған құлшылық қылуға уақыт тап. Сонда мен сенің жүрегіңді байлыққа толтырамын» дейді. Ал ең бірінші байлық пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі болсын айтқандай, уақыт пен денсаулық. Сондай-ақ Құранда Аллах тағала: «Кім Аллахқа көркем қарыз берсе, оны оған сан есе артық етіп қайтарады» дейді. Бақара сүресі 245 аят. Олар күндерінің де, түндерінің де көп бөлігін Аллах тағалаға қарызға берді. Яғни күнделікті оқитын құрандары, намаздары, зікірлері, уазипалары болды. Сол уақыттың барлығын Аллах тағала оларға ең кемінде 10 есе етіп қайтарды. Сондықтан олардың 24 сағаты 240 сағатқа татыды. Үлгеру мүмкін емес нәрселерге үлгерді. Қысқасы, уақыт пен берекені біріктіру үшін біраз уақытты Аллахқа беру керек. Мысалы, таң ертең күнді, ең болмаса, бір пара Құран оқудан, бір уақыт ата-ананың қызметінде болудан, игі істерден бастап, кешке дейін сол уақыттың берекелі қарымына кенелуге болады. Әйтпесе тайм-менеджменттің түбін тессең де, уақытыңнан береке таппайсың. Сондықтан да баяғы салихалылардың бірі: Құран оқуымды көбейткен сайын уақытымның берекеті де арта берді. Бара-бара күніне 10 пара, 200 бет оқитын болдым деп айтқан екен. Жоғарыдағы хадистің жалғасында: әйтпесе жүрегіңді кедейлікке толтырамын, және құр босқа шаршайсың, шаршауыңнан да еш нәтиже шықпайды дейді.